алғандарыңыз бәріміз түгелміз ғой бүгін, иә? Қайталау болғанда жаңағы бір сабағымыздың өзі 4 сағатқа берілген. Біз алдыңғы сабақта бастадық. Яғни жаңағы жиынның түрлі түрлерін көмекшілер бәрін өттік. Олармен көркем еңбектің жаңағы көрнекіліктерін жасап үйрендік. Бүгін соның жаңағы тағы да көптеген түрлерін өтеміз және солармен жұмыс жасап үйренетін боламыз. Олармен жылдам кері байланыс орнатылады. Алмастыра алмайды. Жи технологияларын енгізу ерекше білім алу қажеттіліктері бар балаларды басты назарды осы жасанды интеллектке аудару керек. Яғни барлық мамандық саласы, барлық тек қана ұстаздар емес, барлық мамандық саласы осы жасанды интеллектіге түгелімен жалпы көшуіміз керек. Нұржайна, Canva. Яғни Canva бізде толықтай жасанды интеллект пе? Жоқ. Әрине, осы жасанды интеллекттің өзі топқа бөлуге өте ыңғайлы. Қараңыздар, топқа бөлу үшін астына көтере қойшы. Мына жерге топтың бүткіл оқушыларының атын жаза қоясыздар. Қанша топқа бөлгілерің келеді, мына жерге сан жаза қоясыңдар. Қай топқа қай жасанды интеллект шықты, сол топ, сол жасанды интеллектке көрнекіліктер дайындаймыз. Тек қана көрнекіліктер. Gemini болды. Бәріміз түгел. Комплейнер. Бізге презентация жасап берді дедік. Біз өзіміз таңдап отқан тақырыбымыз ол ою-өрнектердің бізде тарихы, мәні және осындай бізге презентация жасап берді. Адамына қазақша сөйлетіп, және оған өзіміздің кестеміз тоқтып қойдық емес пе, солай ма? Жасанды Gemini бот арқылы істедік. Біз бұныңға оған мәтін жазамыз, адамды сөйлететін мәтінімізді жазып аламыз. Ол эскизді оған бізге кескіндемеге қазақ тілінде әдемі эскиз шығарып бер деп жаздық. Және де ол бізге осындай өте әдемі оюлар. Бұл да жасанды интеллектпен жасалды. Осындай да жасанды интеллектімен сендер өздерінің сабақтарының пысықтауларына қолдана аласыңдар. Ал баса. Ол енді түсінікті. Мына мен бұнда енді кері байланыс. Бүгінгі сабағымызға бәріміз кері байланыс бере қояйық. Сіздер де бере аласыздар. Қандай жасанды интеллект арқылы жасап жатырмыз? 10 ментиметр бізде бұны бірнеше сабақтарымызда осы ментиметр арқылы жасап жүрміз. Көріп отырсыздар ғой. Көңілді өтті дейді. Келесте үйге тапсырма. Тағы да өздерің білетін жасанды интеллекттің түрлеріне көрнекіліктерді жасап келеміз.